күйеуім үшін, балаларым үшін билікке қарсылық қатты болды. Билікпен қақтығыс екенін сіз түсіндіріп айттыңыз, иә? Менде де болды ол нәрсе. Кейбір жағдайда күрескен де дұрыс шығар. Әйел адамға көп проблема туғызады екен. Тектану әдісі бойынша Қазақстанда әлі ешқандай ғылыми зерттеу жасалмаған. Сіз тұңғыш ғылыми зерттеушісіз. Енді құжат оянып кетуі мүмкін. Бұл өте қауіпті. Біз әлеуметтік психотерапевтерміз. Біз медициналық психотерапевтер емеспіз. Осы тектану іліміне мені алып келген осы бір жағдай болатын. Сол кезде бір ауыр диагноз қойған болатын, әйтеуір дәрігерлер қорқытып. Текті тазалау керек. Кто прерывает родственные связи, тот не войдет в рай. Армысыздар, құрметті көрермен. Студияның бүгінгі қонағы халықаралық психотехнологтар қауымдастығының вице-президенті, әлеуметтік психотерапевт, тектанушы, жай ғана менің ұстазым Сағымбаева Әлия Нұрпақызы. Студиямыздың қонағы ретінде сізге де, бізге де сәттілік тілеп, біз әңгімемізді бастайық. Қош келдіңіз, Әлия апай. Қош келдік. Қал жағдайыңыз қалай? Қал жағдай бәрі жақсы, шүкір. Әлия апайдың регалиі өте жоғары, одан да көп. Оның бәрін айтпауға тырыстым, бірақ дегенмен де оның ішінде ең танысы бізге тектанушы. Қазақстанға, біздің елімізге тектанушы деген ұғымды енгізген сіз, менің ойымша. Ал тектанушы дегеніміз кім? Текті тану үшін адам неден бастау керек, не істеу керек? Жалпы тектанушы болу шарт па? Өзіңнің тегіңді тану үшін, түсіну үшін. Жалпы осы жайында бастап берсеңіз әңгімені. 90-шы жылдардың аяғында, 2000-шы жылдардың басында біздің Қазақстанға шеттен көп бағыттар келді. Олардың ішінде ғылыми да жолымен жүрген бағыттар, басқа дін бағыттары, рухани бағыттар, эзотерика бағыттары. Оның себептері бар. Себебі біз жас мемлекет болдық. Геосаясатта әсерін беретін. Сонымен, мысалы, Үндістан жағынан со жақтағы дамыған рухани бағыттар бар. Буддизм дейді, кришнаитство дейді, басқаларда. Бірақ та мен өзім мұғалім болғандықтан біраз уақыттан кейін түсіне бастадым. Оның бәріне қызығушылық туды. Себебі олардың бәрі адам өз-өзін қалай тану керек, өз-өзін қалай білу керек. Сосын кейін әрбір адамның өмірінде бір сұрақтар пайда болады. Психологиялық тұрғыда. Неге, мысалы, ауырам, отбасы құра алмаймын, неге жұмысым жүрмейді? Соның бәріне бір маман жауап беру керек. Сонымен енді кейде мен айтам, Алла мені кешірсін, кришнаиттардың осы жерде үлкен қоғамдары болды. Орталарына бардым, тыңдадым. Бір жағынан енді жалпы адам затқа тән ұғымдарды айтты. Бір-біріне сүйіспеншілік болу керек, ренжімеу керек, өкпелемеу керек деп тыңдап отырдым. Сосын сахнаға музыканттарды шақырды. Енді олардың сондай кездесу өткізгенде өлеңдер айтатын. Оны мантра дейме, есімде жоқ, не деп атайтынын. Бір 5 минуттан кейін бір түрлі болып қалдым. Себебі сахнаға шыққан музыканттардың бәрі біздің қазақтың қыздар мен жігіттері. Қолдарына ұстаған аспаптар қазақтың домбырасы емес. Қазақтың аспаптары емес, сол енді ол басқа елдің, басқа мәдениеттің аспаптары. Сол кезде қарап отырдым да, мыналар неге қазақтың сол мысалы ән күйлерді домбырамен де ойнауға болады ғой. Басқа біздің қобызбен де. Өзім бір түрлі болып шықтым. Біраз уақыттан кейін түсіне бастадым.
біз қазақ болғандықтан сол қазақи жолымен жүруіміз керек. Қазақтың да этнопсихологиясы болған, ешқандай басқа елдерден, басқа мемлекеттерден, басқа бағыттардың кемшілігі жоқ. Ал негізгі қазақтың сол психологиясының түбі, этномәдениеттің түбі, ол тектілік мәдениет. Біздің жеті атамыз, шежіреміз, ата бабаларымыз. Бірақ та ол кезде ол туралы ақпарат аз болатын. Білеміз, шежіреміз бар, біреуміз жеті атамызды білеміз, білмейміз. Оған бізге қалыптасқан салт дәстүр ретінде қарадық, бірақ та ол психологияның бір бағыты болуы мүмкін екенін, сол кезде мүмкін ондай біздің тұлғалар болған шығар. Сол кезде де бізде психологтар да болды, этнографтар да болды. Ол кезде мен оларды көп білмейтінмін. Енді қазір біліп келе жатырмыз ғой. Ол кезде онша дамығамаған, ол кезде мынаған әлеуметтік желілер болмаған. Сонымен Мырзакәрім Санақұлұлы Нарбеков деген кісінің бір кітаптары болды. Сол кісі Қазақстанға келіп бірталай семинар деп атайтын өткізетін. Оның енді жеткізетіні біздің осы шығыстың емдеу жолы болды. Шығыстың психологиясы маған сол жақын болды. Бірақ та енді біздің қазақтың көзқарасынан әрине айырмашылықтары да бар. Себебі ол кісі басқа ұлттың өкілі. Бұл қай жылдар еді? Бұл 1999 жылдары. Сосын кейін сол кісінің семинарларына бардым, көп нәрсені түсіндім, өзіме денсаулыққа әсер еткен тәсілдерді алдым. Мысалы, көзімді, кішкене бір көзімде близорукость бар еді, соны түзедім. Психологиялық тәсіл арқылы. Жаттығулар көрсететін. Қандай жаттығулар істеуге болады? Мысалы, мен қатты бүкірейіп жүретінмін, сонымен омыртқамды түзедім. Ол кезде физикалық жаттығулар, соның арқасында сонген біраз мына методикада бір пайдасы бар екен деп ойлана бастадым. Тәсілдің. Ол кісі сонымен қоса, сосын кейін философиясы тұрғында, сол негізгі енді осы орталық Азия қандай болу керек екен, сондай ақырындап айта бастады. 2005 жылы адам өз-өзін түсіне бастағанда сұрақтарға жауап та табады, бірақ та басқа сұрақтар да пайда болады. Адам терең кете береді ғой, неге бұлай болды. Сол кезде мен енді бірталай подкастымда айтқам, мені қатты мазалайтын 4-5 сұрақ болатын. Ол өзіме де байланысты. Мен кіммін? Менде 2 диплом, екеуде сол кезде қызыл дейді ғой, екеуінде 5-ке бітіргенмін. Бірақ та балаларға қарап, күйеуім айтқаннан кейін үйде отырдым. Балаларым өсті. Ал енді мен не істеймін ары қарата? Осылар үйде отыра берем бе? Үйде отырғым келмеді, іздене бастадым. Қандай жұмыспен айналысам, кәсіп ашайын ба, жоқ, мемлекеттік жұмысқа барайын ба деп сондай ойлар мазалады. Сосын кейін өзімнің сол балама, күйеуіме, туған туыстарыма байланысты біраз үрей, қатты қорқынышым болды. Сол сұрақтарға жауап таба алмай жүрдім. 2005 жылы мына ресейлік ғылымдарды таптым. Докучаев Валерий Васильевич, ол кісі физика-математика ғылымның кандидаты. Жұбайы Лариса Николаевна Докучаева, қазір ол философия ғылымының докторы. Сол кісілердің әдісімен таныстым. Орысша олар радиология деп атады. Сосын кейін анонс береді ғой, хабарландыру. Қысқаша жазыпты. Қандай мәселелер қозғалады, қандай сұрақтарға жауап алуға болады. Түсіне кеттім, мынау біздің ата-бабаларымыз, біздің тектілік мәдениетімізге керемет сәйкес келіп тұрған бағыт екенін. Ол кісілер Астанаға келді, семинар өткізді. Сол кезде мені мазалаған сол 3-4 сұрағыма толық жауап алдым. Оның үстіне ол кісілер тек қана жауап бермей, міне сенің өмірінде мына қорқыныштың түбі мына жерде жатыр. Мына мысалы қалыптасқан мінез құлқымның оның да түсінігі бар екенін, ол да менің ата-бабаларымнан келе жатқан генетика, гендік жад арқылы менің қорқыныштарым, үрейлерім, эмоцияларым соны шешу жолын көрсетті. Мәселен, айтатын болсақ, қандай мәселені шештіңіз? Сол кезеңде, яғни 2005 жылдар бұл ғаламтордың
қатты дамымаған заманы. дамымаған. Иә, әлеуметтік Ол желілер ақпаратты қайдан таптыңыз сіз? Свобода слова газетінен. Кәдімгі газеттен. Газетте Свобода слова, қазір білмеймін шыға ма шықпай ма. Ол кезде мен енді қатты билікке сырттай емес, ішкі дүниемді қарсылық қатты болды. Ол билікке қарсы жазатын тақырыптар ғой. Свобода слова деген. Солай болды. Енді әртүрлі Оппозициялық, керемет. иә. Бірақ та қызық, ғылыми тұрғыда жазылатын тақырыптар болатын. Әйтеуір мен өзім қызығатыны сол кезде журналистер болатын. Соларды оқып отыратынмын. Сол газетке сол Алматының психологтары сондай хабарландыру беріпті. Мына Докучаевтардың әдістері ол қысқаша жазылған. Ананы оқығанда адам ізденіп жүргенде, енді екінші жағынан сол кезде енді Алла деген ұғым өміріме толық кіре бастады. Мен негізі бір Алладан тілей бастадым. Алла маған түзу жол көрсетші. Себебі мен түсінгенім, анда да бардым, мында да бардым, ол кезде аз болса да, адам түзу жолдан адасып кететіні, оны да түсіндім. Басқа бағытқа кетіп қалуы, тіпті басқа елге, басқа мәдениетке кетіп қалу, ол да ондай мүмкіндік бар екенін. Бірақ та мен қазақпын ғой, сондықтан мен Қазақстаннан ешқайда кетпеймін. Бұл менің елім, жерім. Сондықтан мен түп санамда сондай ой пайда болды ғой деймін. Қазақилық бар ма? Қазақтың этнопсихологиясы арқылы, салт дәстүрлері арқылы осы әрбір адамның, ізденген адамның мәселесін шешуге бола ма, болмай ма? Сонда ана кісілердің бізге ұсынған әдісі біздің қазақтың салт дәстүріне тура сәйкес келді. Оны қалай білдіңіз? Себебі ата бабаларымыз туралы сұрай бастады. Яғни Әкең кім болды, атан, әжелерін, қай жылы туды, өмірлері қалай болды, мысалы 4-ші ұрпақта өмірлері қандай болды, соның бәрін сұрай бастады ғой. Сонда ол бірақта шежіре деп айтпаймыз, себебі енді әрбір қазақ, қырғыз, түркі елдер біледі, шежіре деген ол жеті атаны сақтау. Оны мысалы медицина жағынан, тіпті қанның тазалығы жағынан қазір бәрі де біледі, не үшін керек екенін жеті атаны. Ал мына жерде кішкене ғылыми көзқарас болды. Себебі біз табиғат жолымен қалай дүниеге келгенбіз, ол табиғи жол, Алла тағала бізді солай жаратты. 23 хромосомамыз әкемізден, 23 хромосомамыз анамыздан. Сонымен сөйтсек, батыс Европада 20 ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап психотерапевтерден бір тәсіл бар екен, оны генограмма деп атайды екен. Сол генограмманы сызғанда, генограммаға әкеміз де кіреді, әкеміздің анасы да кіреді, әкеміздің негізгі нағашылары, барлық әйелдер де, сосын әрбір адамның өз нағашылары, анамыз, нағашы атамыз, нағашы әжеміз. Сол жағы маған қатты ұнады. Себебі мен енді көбінесе сол нағашыларымның ортасында өскенмін. Әке жағымды да білетінмін. Сонымен сол генограмманы сыза басқанда, бұл мықты диагностикалық тәсіл. Мен сонда сол кезде өзімді мазалаған сұрақтарға жауабымды таптым. Қандай? Мысалы, сіз жаңа айтып қалдыңыз. Қорқыныш үрей. Қорқыныш үрейден бұрын сіз билікпен ішкі қарсыласың болды дедіңіз. Себебі менің әке жағымнан да, ата жағымнан да репрессияға ұшыраған ата бабаларым бар. Конфискеленген ата бабаларым бар. Оның бәрі кімнен болды, қайдан болды? 20 ғасырда ол биліктен болған сондай сол кездегі саясат. Сондықтан мен түсіндім, неге мен билікті толық қабылдамаймын. Неге әділеттік үшін күресемін. Бір жағынан енді кейбір жағдайда күрескен де дұрыс шығар. Бірақ та кейде ол әсіресе әйел адамға көп проблема туғызады екен. Соған жауап алдым. Екінші, күйеуім үшін, балаларым үшін қорқынышым қатты болды. Әйел адамда күйеуі, жары үшін, балалары үшін қорқыныш болса, онда әйел, енді адамның психикасы солай жаратылған, контроль
қайда кеттіңдер, нешеде Бақылау келесіңдер, бақылай береді. Әрине ол бала шағаға да күйеуіне де ұнамайды. Оны да мен мұғалім ретінде түсінетінмін. Бұл дұрыс еместігін. Бірақ та ол қайдан келе жатқан, бұны қалай шешу керек екен, соның бәрін міне Валерий Васильевич пен Лариса Николаевна түсіндірді. Сосын кейін генограмманы сызғанда менің өз әжем 28 жасында жесір қалды. Атам репрессияға ұшыраған. Арғы әжем шамамен 50-ге жақындағанда жесір қалды. 40-тан асқанда арғы атамда о кезде репрессия демейтін, ол 28-29 жылдар камписке тәркіленді. Ит не дейді жет құдай-ау? Ит жеккенге айдады деп әжем айтып ол Сібірге айдалған, со жақтан келмеді, жоғалып кетті. Нағашылар жағымнан да нағашы әжемнің әкесі байқуатты адам болған, атасы да байқуатты адамдар болған. Бастарынан сонымен қоса ашаршылықта өткен, соның бәрі гендік жат деп айтайық арқылы. Ол медиктар бұны жақсы түсінеді, дәрігерлер. Посттравматикалық стресс дейді. Сол ұрпағына да, әсіресе бір ұрпақтан кейін, келесі ұрпақта сол қорқыныш, үрей адамның бойында да болады екен. Соның қалай шешу жолын көрсетті. Екіншіден, мен нағашы әжем бірінші күйеуінен сол 30-шы жылдары айырылған. Не болғанын есімізде жоқ. Ол репрессияға ұшырады ма, ашаршылық кезінде өліп қалды ма, не болмаса қызылдары келіп атып кетті ме екен. Шамамен 30-33 жасында нағашы әжемде жесір қалған. Сосын кейін бірінші күйеуінен бір 7-8 бала болған, соның барлық баласынан айырылған. Сонда санап көрсек, нағашы әжем екінші рет күйеуге шығады ғой мен нағашы атама. Нағашы атам 30-32 жылдары бірінші әйелінен де, баларынан да ашаршылық кезінде айырылып қалған. Сонымен екеуі енді атам да жалғыз, әжем де жалғыз өмір сүру керек, қосылып дүниеге менің анамды, анамнан кейін 2 қыз, жалғыз нағашы ағамды әкелген. Екінші күйеуінен де нағашы әжем айырылған балары бар. Сонымен оны қазір психология, психогенеалогия деп атайды. Трансгенерациялық байланыс дейді батыста. Соның бәрін түсінуге болады екен. Ол менің ата-бабаларымнан келген қорқыныш, үрей, эмоция, қалыптасқан мінез құлық, әдет ғұрып. Адам соны түсіне бастағанда, ол менікі емес қой, ол табиғат бізді солай жаратты. Мына 46 хромосомаға компьютер ретінде қарауға болады. Компьютерде файл дейміз ғой, сол адамның ішкі дүниесіндегі файлдар. Ал бірақта компьютердің тілімен айтсақ, файлға переформатизация дейді ғой, соны жасауға болады ғой. Сол бағдарламаны өзгертуге болады. Сонымен қазір психологияның, психотерапияның, психотехнологияның көзқарасы соның бәрін қорқынышты да, үрейді де, қалыптасқан жағымсыз, тиімсіз мінез құлқын бәрін өзгертуге болады. Соның бәрін қолдандым. Сондықтан енді билік саясат өзін өткізу керек қой. Кім қарсы шықты, оларға міне қуғын-сүргін, камписке тартып алды, бәрі де тең болу керек деді. Сонымен менің әкем жетім, әкесін көрмеген, атасын мүлдем көрмеген. Бұны біз жетім болған адам, ол құрбан. Құрбанға сәйкес өзінің мінез құлықтары болады, көзқарасы болады. Оның ішінде билікке сенімсіздік. Ешкімге сенуге болмайды. Келесі ұрпақ болса да. Келесі ұрпақ болса да, тіпті әкеме де билікке сенбейді, тек адам өзіне ғана. Ал бірақта қарасақ, енді билікке де сенуге керек қой. Билік біз үшін ойлайды, біз үшін жағдай жасайды. Енді бірақта өзіме, совет билігінен мен былай қарасаңыз, әгі кезінде мен орыстар көп тұратын, басқа ұлттар өкілдері көп болған, сондай ауылда өскенмін. Сондықтан кезінде қазақ үшін енді күрестікте, төбелестікте енді көп нәрсе болды. Қазақтарды жақтырмайтын, қазақтарды төмендетіп отыратында мені мысалы әріптестерім болды.
әрине оған шыдамайсың, күресесің. Бірақ та билік мені оқытты. Мектепте тегін оқыдым, институтта тегін оқыдым, жұмысым болды. Тіпті жолдасымыз екеуміз үйленгеннен кейін ол кезде бізге су да берді. Былай қарасаңыз, енді маған менде мемлекетке былай ешқандай өкпе болмау керек. Ал бірақ та мен осы әдіс ақырында түсіндім, менің ата-бабаларымның қандай өкпе-реніші, қандай қорқынышы болғанын. Сонымен Валерий Васильевич пен Лариса Николаевна адам өз-өзімен қалай жұмыс істеуге болады екен, сол жолын көрсеттім. Оның ең бірінші билікке деген сенімділік. Сонымен ақырындап өзімді өзгерте бастадым. Өзімді тәрбиеледім. Сондықтан енді қазірде біздің қоғамда билікке қарсы шығатындар бар, оппозиция дейді оларды. Өте көп. Бірақ та әрбір адамның өз таңдауы болу керек. Әрине, биліктің де қателігі бар. Ол әрбір мемлекетте солай. Енді тіпті оған былай отбасылдағы жүйе арқылы қарасақ, былай образбен сөйлесек, мысалы әйел адамға, біздің қазақтың ұғымында, шығыс даналығын ұғымында әйел үшін ер азамат билік деп айтуға болады. Себебі ол отбасының қожайыны. Яғни биліктің образы. Биліктің образы. Мысалы, бала үшін ата-ана ол биліктің образы. Себебі ол үлкен адамдар бізді дүниеге әкелген. Сонымен түсінгенде, әрине, менде әке-анаммен де қақтығыс болды. Себебі биліктің орнында тұр ғой. Себебі олар биліктің орнында тұр. Күйеуімен де түсінбеушілік болды, қақтығыста болды. Соның бәрін түбін мен сол генограмма арқылы ата-бабамның өмірін, тағдырын бәрін талқылағанда түсіндім де, сол тәсілдерді қолдандым. Ол адамның өз-өзімен терең рухани жолы. Оңай деп айтпаймын. Мінезім өзгере бастады, эмоцияларым өзгере бастады, көзқарасым, сабырлыққа, сенімділік. Ол тек қана билікке ғана емес. Ол күйеуіне де, ата-анана, енене, мысалы, туған туыстарына, тіпті бүкіл адамдарға, бүкіл әлемге сенімділік деп айтуға болады. Адам сондай көзқараспен өмір сүрсе, қандай оқиға болсын, қиын жағдай болсын, ондай адам әрқашанда шешу жолын таба алады екен. Сонда қазіргі өмірге міне шүкір деп өмірге сүруге болады. Сол шешу жолына келу үшін жай ғана санамен түсіну жеткілікті ма? Жоқ әлде тәсілдері бар ма? Сол тәсілдердің ең жеңіл түрін көрермендерге айтуға болатын, жалпы әлеуметтік желіде айтуға болатын қысқаша бір түрін айта кетсеңіз. Не жасауға болады? Қандай тәсілді қолдануға болады? Енді кішкене тереңірек айтсақ, қазір адамға көмектесетін бағыттар өте көп. Мысалы, оны специалисты помогающих профессий дейді. Оның ішінде ғылыми тұрғыда да, тіпті ғылыми емес, басқа рухани бағыттар бар. Дінде былай қарасаңыз, ол да адамға мәселесін шешуге арналған психологиялық бағытта деп айтуға болады. Әрбір бағыттың өз шешу жолдары бар. Мысалы, психолог пен психотерапевтке барғанда адамдар тек қана сөйлеседі. 1 сағат, 1,5 сағат, адам өзінің проблемасын айтады. Психолог, психотерапевтер сұрақтар қояды. Сосын кейін ұсыныстар береді. Мынаны былай көзқарасыңды өзгерт, мынаны былай шешуге болады деп. Сондықтан табиғат адамды да, әрбір адам ол бір ерекше бір дүние ғой. Кейбір адамдарға әсіресе ер азаматтар, сосын кейін жастар, түсінсе, уже өзгере бастайды. Сол түсіну үшін не істеу керек? Адамдарға қазір жеңіл құрал керек. Себебі түсіну керек. Сен осыны түйсігіңе түйген кезде, санаңа кіргізген кезде, дәл осы нәрсені түсінген кезде барлығы керемет болады деп психологтардың бәрі айтады. Психологтар болсын, жалпы адамның өзінің өсуіне жағдай жасайтын, өзіңіз айтпақшы, бағыттар көп қой. Олардың барлығын айтатын бір нәрсе сияқты маған. Осы подкасттан менің ойымша, менің көрермендерімнің күтетіні осы терең сұрақтың жеңіл жауабы. Сол жеңіл жауапты қысқаша айтсаңыз. Мәселен, не істеуге болады? Билікпен қақтығыс екенін сіз түсіндіріп айттыңыз, Менде де болды ол нәрсе, билікпен қақтығыс. Әрине, мен енді ең ұлы
халық жауы Мұстафа Шоқайдың ұрпағы болғандықтан мен ол нәрсені түсіндім. Жарайды, бір түсіну сол жеткілікті ме? Мысалы мен үшін жеткілікті болған жоқ, мен көп тәсілдерді қолдандым. Халық жауының ұрпағы болғандықтан менде күйеуіммен де қақтығыс болды. Себебі күйеуім билік қой, биліктің образында тұрған адам. Оның үстінде енем бар, қайын жұртым бар. Яғни күйеуімнің барлық туыстарының барлығы мен үшін кәдімгі биліктің образындағы адамдар болды. Ата-анам, өзіңіз үйреттіңіз, ата-ана деген бала үшін ең беделді адамдар. Беделі жоғары адамның барлығына бала жоғары қарайды, сондықтан оған авторитет ретінде ол биліктің образына автоматты түрде тұрады. Олармен де қақтығыс болған кезде мына ішкі жан дүниең қопарылады ғой, күйзеліске түсесің. Менде де сондай жағдай болғандықтан осы тектану іліміне мені алып келген осы бір жағдай болатын. Сол жағдайдан аман есен абыроймен өтуіме көмектескен осы тектанудың тәсілі болатын. Сондықтан мен бұны терең зерттеуге кірістім ары қарай. Али апайдың артынан қалған жоқпын. Мәселен, бұл жерде 8 бөлімі бар, 8 модульдан тұрады тектану ілімі. Ол кезде 9 болатын. Али апай, мен оқыған кезде ол 2018 жылдары, 19 жылдары сол 9 модульді мен бір жылдың ішінде оқып тауысқанмын. Али апай қай қалаға барады, соның артынан қалмаймыз. Сөйтіп оқып жүріп тауысқан болатынмын. Ал енді қарапайым отбасыда, үй шаруасында отырған қыз келіншектер уақыты болмауы мүмкін. Онлайн іздейді. Мысалы, сіздің онлайн сабағыңыз жоқ, Али апай. Ел бәрі сұрайды. Мен де айтам кейде, Али апай, қашан онлайн сабақ жасайсыз? Себебі бұл көпшілікке қолжетімді болу керек деп ойлаймын. Мысалы, менің қолданған тәсілдерім енді іштегі қақтығысты сыртқа шығып бара жатыр. Ол сыртқа әлемге шығады екен кейін. Соның бәрін түсінгеннен кейін сіз үйреткен тәсілдерді мен қолдандым. Мәселен, мен ойымды өзгерте бастадым. Бұның жауап емес екендігін. Бұл жай айтқан маған көмектеспеді, сондықтан сіз жаз дедіңіз. Бұл Докучаевтар тәсілі бойынша дәптерге, тор көзге мен күні түні отырып жазатынмын. Сізге өтірік маған шын, менде 18 дәптер бар. 2018 жыл жазған 18 қалың дәптер толтырған екенмін. Кәдімгі үйде, пәтерде, шкафының астында үлкен мынандай қағаз коробкаға салып қойғам. Соның үшін кейін ақтарып оқысам, қазір көп нәрсе жазған екенмін. Сонда жаңа қақтығыс бойынша, мысалы, мен қазір күлкілі естілуі мүмкін оқырмандарымызға, көрермендерге де. Менің әжемнен айырмашылығым, менің өмірім ұзақ дегенді мен көп жазыппын. Себебі бұл нәрсенің барлығы мен 41 жасымда болды. Менің әжем 42 жасында дүниеден өткен. Және мені әкем әлі күнге дейін мені Фатимашым деп еркелетеді. Әжемнің аты Фатима. Менің әкем де жетім қалған. Сонда әжем ерте өмірден өтіп кетті ғой. Мен кетіп қалудың алдында тұрған екенмін. Ол бірақ формасын ауыстырған. Мен шәкірт ретінде айтып жатырмын бұның барлығын. Бірақ менің қолданған тәсілім, менің Фатима әжемнен айырмашылығым, менің өмірім ұзақ, денім сау, денсаулығым мықты деп жаза беріппін. Себебі әжем қылтамақтан кеткен өмірден. Ал менде дәл сол кезде сізге келген себебім, менде қылқанша безімнің ісінуіне байланысты сол кезде бір ауыр диагноз қойған болатын, әйтеуір дәрігерлер қорқытып. Сол кезде келіп, мен сол тәсілді қолдандым. Тек сол жазу арқылы демеймін. Енді мен Али апайдың айтқанын мен толық түсініп отырмын, себебі бұның бәрін түйсіну керек. Сіз айтатыныз әр сабағыңызда. Түсіну бұл жұмыстың 50%-ын жеңілдетеді. Енді бұл менің айтқан тәсілім, шәкірт ретінде өзімнің өмірде қолданғаным. Ал сіз ұстаз ретінде тағы бір тәсілдерді қарапайым тілде қолдануға болатын. Қандай тәсілдерді қолдануға болады? Мысалы, үй жағдайындағы әйел қазір бізді көріп отыр. Жаңағы үйіндегі билікпен қақтығыста өзінің күйеуімен. Сол заматта қандай тәсілді қолданған дұрыс? Сол мен сияқты 500 рет жазған дұрыс па? Жоқ әлде кеңес алу керек па? Жоқ әлде онлайн сабақ өту керек па? Тегін білмеген тексіз дейді. Қазақтың ең ауыр сөзі. 20 ғасырда біздің ата-бабаларымыздың көбі жетім қалды. Жесір қалды. Қуғын сүргінде, тәркілеу болғанда, ашаршылық болғанда, 41-45 жылы соғыс болғанда. Сондықтан біз қазір менің өзімнің семинарға келгенде, маған адамдар келгенде мен сұраймын ғой, жеті атасын кім біледі? Қаншама адам. Социологтардың зерттеуін оқыдым, олардың зерттеуі бойынша 50% қазақтар жеті атасын біледі, 50% білмейді. Менде басқаша статистика.
бізге келетін адамдардың 20% ғана шамамен жеті атасын біледі. 80% білмейді. Жауап қайда жатыр? 20 ғасырда жатыр. Біз қазақ болып қалғанымыз, осыншама жерімізді сақтап қалғанымыз, сол жеті атамыздың ішінде біздің тектілік мәдениетіміз жатыр. Оның ішіне бәрі де кіреді. Үлкендерді сыйлау, ұрпақты қалай дұрыс тәрбиелеу керек, біздің салт дәстүрімізде, көзқарасымызда, біздің философиямызда бәрін бір сөзбен айтуға болады: тектілік мәдениет. Бұлай қарасаңыз, ол тектілік мәдениет мысалы қырғыздарда да бар. Олар бізбен ұқсайтын жерлері бар, бірақ та айырмашылығы да бар. Мысалы башқұрттар, Азербайжандар да, оларда кезінде шәжара дейтін, өзбектер. Бірақ та кейбір халықтар тіпті сол шәжара деген сөзді ұмытып қалды. Міне мықты сақтап қалған біз башқұрттар, қырғыздар. Сол тектілік мәдениеттің ішінде барлық біздің халыққа, тәрбиеге, ұрпаққа, адамға керек сол барлық бағыттар, ұғымдар соның ішіне кірген. Оны не үшін? Bir жағынан қанның тазалығы, сондықтан қазір генетиктар да айтып жүр ғой, ең таза генетика жағынан таза халықтардың осы түркі елдер, әсіресе біз міне қазақтар, қырғыздар, сол башқұрттар, ноғайлар. Менің ойымша, сол жеті атамызды білу, шежіре, сол тектілік мәдениет біздің ұлттық идеология болу керек. Бізде енді біреулер, мен білмеймін қазір, бізде вообще ұлттық идеология бар ма, жоқ па, айта алмаймын. Біреулер айтады, ондай ұлттық идеологиямыз бар дейді, біреу жоқ дейді, бірақ та біздің идеологиямыз сол тектілік мәдениет деп. Оның бәрін енді жолына келтіру үшін, бағдарламалар құрастыру үшін, әрине тек қана психологтар, психотерапевтер, тарихшылар, этнографтар бәрі жиналып, сондай ұлттық идеологияны құрастыру керек шығар деп сондай ойым бар. Адам ата-бабаларын ұмытпаса, менің ойымша, біз ғылыми тұрғыдағы бағытпыз, Қазір көп мистикалық бағыттар көп. Мысалы, кейбіреулер бүйдеп айтады, текті тазалау керек дейді. Қазір сондай эзотерикалық бағытқа кеткен, мистикалық бағытқа, энергетикалық бағытқа кеткен жолдар бар. Олардың сөзі міне мынандай: текті тазалау керек. Біз тектанушылар онымен келіспейміз. Себебі текті тазалау керек десе, а тек деген ол кім? Ол біздің әке анамыз, ата бабаларымыз, туған туыстарымыз. Адам нені тазалайды? Кір нәрсені. Сондықтан текті тазалау деген, значит, біздің ата бабаларымыз кір, жаман, соларды тазалау керек. Адам солай түсінуі мүмкін. Солай түсінеді. Бұл адамның ең үлкен рухани заңды бұзғаны. Себебі біз ата бабаларымызды, әке анамызды, туған туыстарымызды ешкімді айыптай алмаймыз. Тазалауға құқымыз жоқ. Соны қазақтар түсінсе, біз тек қана өзімізді тазалай аламыз. Ал өзімізді тазалау үшін бір жағынан да психологқа баруға болады, психотерапевтқа, басқа бағыттарға. Мысалы, адам өз-өзін түсінсе, мен енді көп жағдайда заланып кетем. Ол адамға қалыптасқан жаман, мысалы, эмоция. Тіпті басқа бағыт арқылы адам өзін-өзі контролировать етсе, өзін-өзін тәрбиелесе, ол сондай жаман эмоциядан, жағымсыз, тиімсіз эмоциядан айырылуы мүмкін. Так? Ал біздің әдіс бойынша біз кішкене тереңірек қараймыз. Ол эмоция қай кезде, қай ата-бабамда пайда болды? Қандай оқиғалар болды? Біз сондықтан ата-бабаларымызды қазбаламаймыз. Қазбалау деген сөзді біз қолданбаймыз. Біз сол тектін 3-4 ұрпаққа дейін, 4-ші, біз өзімізді 1-ші деп санаймыз. Генограмма арқылы солай сызылатын де біз 1-ші буынбыз, әке анамыз 2-ші буын, екі жақтан ата әжеміз 3-ші, соң 4-ші арғы атамыз, арғы әжемізге дейін көтерілеміз. Сонда біз соларға анализ жасаймыз, талқылау. Оның ең бірінші бағыты ата бабаларымыздан бізге қандай күш қуат келді, қандай ресурс келді. Мысалы, атамыз ауылда өмір сүрсе де, мектепті ғана бітірсе де, бірақ та ол мықты математик болған.
сонда ұрпағында сол мықты математик болу, мықты бухгалтер, экономист болу, сондай қабілет, қасиет бар. Сондықтан мен қазір айтатын, бізде енді көрермендер көбінесе бізде әйел адамдар тыңдайды, балаларға, немерелерге сол ата бабаларымыз туралы жақсы қасиеттер, жақсы мінез құлықтары туралы жиі айта беру керек. Мысалы айтады, ой, моя бабушка была домохозяйка. Ал сосын кейін сұрастырамыз ғой, қанша баласы болды? 11 баласы болды. Оны біз қазіргі тілмен айтқанда, так это же риск менеджер. 11 баланы тәрбиелеу үшін 11 балаға тамақ дайындап, олардың бәрін дұрыс жолға салып, оларды мектепке аттандырып, мектептен қарсы алу үшін ол қандай менеджер болу керек, Сондықтан бүйтіп адамның біз көз қарасын сөйтіп өзгертеміз. Ой, ана жай домохозяйка, үйден шықпады, үйде отырды, бірақ та ол отбасы, әулет, ол үлкен жүйе. Сол жүйені атамыз да басқарып отырған, әжеміз де, мүмкін анамыз да үйде отырған шығар. Оның түбінде сол адамның көп ресурсы жатыр. Соны түсінгенде адамның көз қарасы өзгереді. Негізі әрбір адам өзінің қазіргі өмірінде қандай мәселені шешкісі келеді, қандай біреумен, мысалы, ішкі дүниесінде қандай күйзеліс бар, кіммен қандай қақтығыс бар, кімге өкпе реніш бар. Себебі адамның психикасы ол өте бір жағынан оңай, бір жағынан ол өте былай, қалай деп айтсақ болады, это керемет күрделі механизм. Мысалы, мен сізге келердің алдында маған кеңеске бір жас келіншек келді. 4-5 сұрағы бар. Мынаны қалай шешем, мынаны қалай шешем, мынаны қалай. 5 сұранысы. Қазіргі адам бір жағынан жаңа айтып кеттіңіз ғой, уақыттың тығыздығына қарап, бірақ та адамды табиғат солай жаратқан. Бір аптада 5 мәселе шешілмейді. Бір айда 5 мәселе шешілмейді. Ол үшін уақыт керек. Сосын кейін мынандай бір шығыс даналығы бар. Валерий Васильевич бізге жиі айтатын. По узкой тропинке убежишь далеко вперед. Бір бағытпен жүрсен, ұсақ алдыға түсіп кетесің. Адамның психикасы солай жаратқан. Біз міне қазір менде мынандай проблема бар, мынандай конфликт бар, мынандай күйзеліс бар. Бір адамға соны шешу үшін 1 апта керек. Бір адамға жарты жыл керек. Кейбір адамға 3 ай керек. Сондықтан әрбір адам соны түсіну керек. Бір күнде бәрін шеше алмайды. Ал мына интернетте отырып, инстаграмда отырып, маған келсен, мен сенің барлық мәселеңді шешіп бере алам деген, ол уже кәсіби психологияға, психотерапияға жатпайды. Қазір әлеуметтік желіде өте көп. Өте көп. Сабағыма жазыл, тіркел, маған келсең бақытты боласың, бай боласың деп қысқаша тәсілдерді үйретіп жатады. Оның нәтижесі де бар, оң нәтижелері. Ол нәтиже уақытша болады. Ұзақ уақытқа болмайды. Уақытша болады. Оны да көріп жүрміз. Сосын кейін түсінген адам бізге келеді. Біз бір күнде шешіп береміз деп айтпаймыз. Бір айда шешіп береміз деп айтпаймыз. Себебі біз түсінеміз. Адам өз-өзімен жұмыс істеу керек. Адамды бір жағынан көзқарасты өзгерту оңай, ойды өзгерту, эмоцияны өзгерту. Бірақ та ол өте қиын. Менің не қанша биыл 21 жыл болды, бірақ ер азамат 3 күнде мәселесін шешті. Сіз ылғи айтасыз, ер азаматтарды жақсы көрем деп. Ер азаматтар енді мен бәрін де жақсы көрем. Бірақ та ер азаматтардың ерекшелігі бар. Олар көбінесе логика, олар эмоцияға кетпейді. Олар дұрыс түсіну керек. Ол жігіт ол кезде 40-қа жақындап қалған. 38 бе, 39 жаста болды. Өзі спортсмен, чемпион болғысы келді. Біз соның себебін таптық. 3 күннен кейін жарыс болатын. 3 күнде мен чемпион бола алам ба деді. Ол түсінді. Неге чемпион бірінші орынға неге ие болмай жүргенін.
мен айттым, қазіргі вот біз 3 сағат отырдық, әңгімелестік, соны қалай шешуге болатын мен бәрін түсіндірдім. Соған сенсең шеше аласың, сенбесең шешілмейді дедім. 3 күнде ол өзімен біраз жазды да, оның бәрін қайталады, түпкі себебін түсінді де, 3 күннен кейін оны уже Facebook арқылы көрдім, жарысқа қатысып, өмірінде қаншама жыл қолы жетпей жүрген, сол 1-ші орынға ие болды, чемпион болды. Біз оны танимыз ба? Жоқ. Ал әйел адамдар көбінесе эмоцияға кетеді, иә? Сондықтан әрбір адамның өзінің уақыты бар. Біз өзіміздің сол ішкі дүниемізді, психикамызды, психологиямызды адам өзін тәрбиелеу керек. Оған бірталай уақыт кетеді. Сондықтан бізге мен түсінем, неге басқа салаларға қарағанда неге аз адамдар келеді. Менде ондай мақсат жоқ, қазір шығып ап 500 адам жинап, 1000 адам жинап, себебі біздің тақырыбымыз өте терең проблемаларды көтереді, өте терең түп санада жатқан бағдарламаларды ашады. Сондықтан онлайнға да мен не үшін қарсымын? Міне сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, сіз маған ол есімде, сіз әжеңіздің жасына жақындап келе жаттыңыз. Сол кезде сіз айтқаныз, я, біз келе жаттық, ақырындап, мен сізге сұрақ қойдым да, түбінде сосын кейін ашық, сіз кішкене уже сене бастағаннан кейін, түсінде бастағаннан кейін, мен сізге уже нақты сұрақ қойдым ғой, сіз өліп қалам ба деген қорқынышыңыз бар ма деп. Сіз сонда айтыңыз ғой, я дедіңіз ғой. Мен сосын кейін сол сізге сценарийді көрсетіп отырған әжеңізді көрсеттім ғой. Бұны қазақтар бұрыннан білетін. Бұны ру жасы дейтін қазақтар. Тек жасы дейді. Бұны Европаның психотерапевтері 20 ғасырда зерттей бастады. Оны синдром годовщины деп атады. Себебі табиғат бізді солай жаратқан екен, ұрпағы сол жасқа келе жатқанда, сол бір түрлі адамға бұрын сәйкес емес ойлар пайда болады. Сосын кейін мен сізге шешу жолын көрсеттім. Мысалы, мен онлайн сабақ беріп отырайын. Мен себебі оны жалпы тілмен, орысша болсын, қазақша болсын, түсіндіремін. Сол кезде, мысалы, бір жас адам болсын, бір жаталай жасқа келген, ол түсінеді ғой. Менде де сондай қорқыныш бар, менде де сол ой. Сосын кейін есіне ата-анасын, әке шешесін, ата-әжелерін есіне түсіретті, соны түсінеді ғой. Ол да сол синдромға келе жатқанын, мүмкін сол синдромда отырған шығал, сол ру жасы, тек жасы. Ол адам әртүрлі реакция беру мүмкін ғой. Есінен талып қалса мен не істеймін? Адам соны түсінеді ғой. Қорқыныш пайда болады ғой. Мысалы, ол Маңғыстауда тұрады. Мысалы, ол Таразда тұрады. Ол қандай күйде қалды екен, мен білмеймін ғой. Сондықтан бұл жерде бұл өте қауіпті болуы мүмкін. Яғни сіздегі үлкен жауапкершілік. Жауапкершілік болу. Әр шәкіртіңізге, әр алдыңызға келген адам үшін толық жауапкершілік аласыз. Толық жауапкершілік. Себебі әсіресе біздің бағытта біз тек қана адамның өзімен емес. Мысалы, психология, психотерапия адамның өзімен ғана жұмыс істейді. Өмірінде қазір не болып жатыр? Көп болса қазір әгі модаға айналып кеткен сөз, бала кездегі жарақат, ол да әсер етеді. Ал біз бүкіл ата-бабанда не болды, қандай болды, ол әгі былай қарасаңыз, сол гендік жат оянып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл өте қауіпті. Қазір қыз-келіншектер әлеуметтік желі арқылы көптеген жеңіл психологиялық көмек беретін мамандарға жүгінеді. Бірақ кейде жауабына аяғына дейін бара алмаймыз дейді. Жаңағы сіз айтқан жауапкершілік болмауы мүмкін. Енді сол көмектесуге тәсілді үйреткен адам, егер сол жауапкершілікті мойнына алмай, аяғына дейін жеткізбейтін болса, күйзелістен шығуына толық көмектесе алмаса, бұл рухани заңдылықты бұзуға жата ма? Жатады. Бұл рухани заңдылықты бұзуға да, бұл еще этикалық заңдылықты, себебі әрбір кәсіби маманның этикалық заңдары бар. Моральдық заңдар, тіпті ол даже кәсіби заңдылық деп айтайық.
Сондықтан бізге семинарға келсе де, мен көріп отырам, кейде өзіңізде талай көрініс қой. Мен мысалы бір теорияны түсіндіріп айтамын, кейбір мысалдар келтіріп, залда біреу отырады, ботадай боздап жылайды. Сол кезде талай болды ғой, тоқтатамын, келемде, жаным, саған не болды? Саған қандай ой келді? Сол жерде біз тоқтатып, адамға көмектесеміз. Сол үшін міне мынандай терең бұл трансгенерациялық байланыс дейді. Сондықтан мен әзірше сол онлайн өткізуге дайын емеспін. Себебі түсінген онлайнның бір кемшілігі. Ол көбінесе зумда өтеді, не болса инстаграмда ғой. Мысалы бір қыз келіншек кірді, 15 минут тыңдап отырды да, сосын шығып кетті. 10 минутқа эфирде жоқ. Ал сол кезде мен мүмкін керекті бір түсіндіретін теория болсын, практиканы айттым. 15 минуттан кейін кірді де, сонымен жартысын түсінді, жартысын түсінбеді. Сосын кейін өзінше бұрып алуы мүмкін. Ол тағы сосын кейін біздің бағытты, біздің тәсілді басқаша біреуге түсіндіру мүмкін. Сондайға да мен енді тап болдым. Али апай, егер бұл жауапкершілікті тек тануды үйренем деп келген адамның әркімнің өзіне артсақ ше, мәселен, ол сол сабақты тыңдап, өзіне көмектесу үшін, өзінің тегінде болған оқиғалар арқылы ұқсастықты тауып, оны ажырату арқылы өз өміріне өзі көмектесем деген адам өз-өзіне жауапкершілік алу керек емес па? Негізі солай болу керек. Онда сіз неге қорқасыз? Сіз неге жауапкершілік аласыз? Әрбір адам, тіпті ол психолог болсын, психотерапевтер, басқа, мысалы, ол бір кәсіптің басшысы, мүмкін ол жұмыста жауапкершілік болу керек. Себебі қол астындағы, мысалы, қазір бір бастық келіп, қол астында бір ер азамат болсын, жас қыз болсын, оған айғайлап ұрысты. Оған сол ұрысқаны қатты әсер етіп, ол мүмкін қазір ауырып қалады, депрессияға кетеді. Сондықтан әрбір адамда, әрбір маманда сондай жауапкершілік болу керек. Ал біздің бағытымызда әсіресе себебі біз адамның жанымен жұмыс істейміз. Ол тек қана былай бір проект жаз, мысалы, мына жұмысты басқару ғана емес, бұл адамның жаны деген. Сондықтан бұл жерде жауапкершілік деген өте үлкен болу керек. Көпшілікке жауапкершілік аламын деп, бұл ілімнің көпке тарамай қалады ма деген қорқынышым бар, мен өз басым. Мен оған ешқандай қорқынышым жоқ, себебі бүкіл Қазақстанға жеткізем деген, әрбір қазаққа жеткізем деген менің мақсатым жоқ. Түсінген адамға ғана жеткізем. Өз-өзімен жұмыс істей алатын, рухани жағынан мықты, тектілік мәдениетін түсіндіретін қазаққа ғана жеткізем деген ойым бар. Әйтпесе, бір жағынан, маған бірталай жастар шықты, апай, қазір маркетинг дейді, менеджмент дейді, түсінген инстаграмда қалай дейді, продвижениені айтады ғой. Рилс салыңыз, сторис салыңыз деп па? Ары қарай дамыту үшін. Дамыту үшін менде ондай мақсат жоқ. Мен тек қана офлайн сабақ беремін. Кеңесті, мысалы, кеңес деген ол жеке бір-бірімізбен ғана отырамыз ғой, онлайн етем, бірақ та сабақты енді келешекте көрем, қалай мүмкін онлайнда ақырындап күрделі емес, мүмкін оны ойластырып көру керек. Ал бірақ та қазір толық осыны онлайн сабақ беруге мен дайын емеспін. Себебі ондайлар болды. Али апай, кітап жазу ойыңызда бар ма осы туралы? Кітап жазу ойым бар, бірақ та қазір менде бірталай проекттер бар, ғылыми проекттер, сондықтан оның бәріне уақыт керек. Уақытым кішкене пайда болғанда, мүмкін жазатын шығармын. Ғылыми жоба деп өзіңіз айтып қалдыңыз. Дәл қазір қандай ғылыми жобалар жасалып жатыр осы тектану заңдылығы бойынша? Мен білем, енді көрермендеріме айта кетейік. Али апай, сіз жақында қорғамақшысыз осы тақырыпты. Бұл докторлыққа жата ма? Және қандай ғылым арқылы? Осыдан 4 жыл бұрын мен енді бір жағынан тұлға ретінде дамып келе жатырмын. Ана ретінде,
әже болдым, ене болдым деген сияқылды. Сосын кейін енді жеке маман ретінде мен мысалы осы Докучаевтардың әдісі, тек тану әдісінен енді бәрінде түсіндім. Мен өзімде кеңес беремін, әрине еще сабақ беремін. Ары қарата қалай дамытуға болады, қандай басқа бағыттармен қазір интеграция дейді. Интеграция жасауға болады, байланыстыруға болады, сондай ойлар келді. Сонымен осыдан 4 жыл бұрын Александр Лазаревич Катков деген медицина ғылымының докторы бар. Ол кісі аддиктология бағытының профессоры. Аддиктология деген ойынға құмарлық, тәуелділікпен. Сол кісі Фейсбукта ашсам, Дух Центральной Азии деген ғылыми экспедицияға мамандарды жинап жатыр екен. Сосын кейін қызықтым да, оқысам, изучение, зерттеу сопылық ілімді, тәңіршілік ілімді, ислам, сосын кейін зороастризм. Ол біздің кезінде осы орталық Азияда болған рухани бағыттар. Дін ол біздің ислам діні, соның бәрін ғылыми түрде зерттеп келе жатыр екен. Сонымен біз Хиуа қаласына бардық, Бұхара қаласына, Самарқанд медициналық университетінде мастер шебер сабақтар өткіздік. Өзіміздің әрбір маман өзінің тәсілімен таныстырды. Сол кезде Александр Лазаревич маған мынандай ұсыныс айтты. Себебі Докучаевтердің әдісі әрбір мемлекетте реестр научных дисциплин деген ұғым бар. Докучаевтердің әдістері Ресейде де, Қазақстанда сол реестрға әлі кірген жоқ. Себебі әрбір ғылыми бағыт сондай реестрға кіру үшін бір талай уақыт керек. Зерттеу керек, оны дәлелдеу керек, ғылыми кітаптар жазу керек, ғылыми мақалалар жазу керек. Мысалы, Лариса Николаевна мен Валерий Васильевичтің бір 4-5 кітабы бар. Менің әлі кітаптарын жоқ. Олардың зерттеу жұмыстары да бар. Соңген халықаралық конференция, конгрессқа деге қатысу керек. Соның бәрін біз ақырындап, осы 21 жылда ақырындап соның бәрін өмірге кіргізіп жатырмыз, өзіміздің бағытымызға. Мысалы, коучинг деген бағыт бар ғой, жақында, осыдан 2 ай ма 3 ай бұрын сол коучинг ғылыми түрде сол реестрге кірді. Ал бірақта қаншама жыл, бір 20-25 жыл соған кетті. Мысалы, кезінде психоанализ деген бар. Анна Кудиярова деген мықты біздің психоаналитик бар. Сол кісіде талай уақыт кетті, сол ғылыми жолға кіргізу үшін. Сонымен айтты, мынау әдіс, мен бағанадан бері сіз екеуміз айтып келе жатырмыз ғой, қазақша тек тану деп атадық. Себебі радиология деп айтсақ, ол орыстың сөзі ғой, қазақтың құлағына бір түрлі естілетін. Сонымен мен былтыр сол Александр Лазаревичтің көмегімен бізде әділеттік министрлігінде комитет интеллектуальной собственности бар. Сол жерге мен өзімнің сол тек тану этнокультуралы, этномәдени бағыты деп сондай ғылыми түрде жазбамды жібердім де, соған авторлық құқығымды алдым. Тек тану әдісіне. Енді Қазақстанда тек тану ресми түрде? Ресми түрде деп айта алмаймын. Себебі ғылыми түрде әлі бір талай шаралар істеу керек. Әзірше менің тек қана сол тек тану әдісіне авторлық құқығым. Ал ары қарата зерттеулер жасау керек. Яғни тек тану әдісі бойынша Қазақстанда әлі ешқандай ғылыми зерттеу жасалмаған? Жасалмаған. Сіз тұңғыш ғылыми зерттеушісіз. Сонымен сол кезде енді қандай бағытта, бір тақырып таңдау керек қой. Енді бізді көріп отырса, институт, университетте отырғандар түсінеді, бір тақырып таңдау керек. Сол кезде енді ойланып қалдым. Тақырып деген өте көп, оның бәрін зерттеуге болады. Бірақ та енді айта кетейін, мен өзім Бұқара қаласында өзімнің рухани ұстазым бар. Міне 26 жыл ма, 25 жыл ма, сол кісіден мен көп тәлім тәрбие алдым. Ол кісі ислам дінінің бір үлкен тұлғасы, өзі теолог, көп жыл Бұқара медресесінің ректоры болған.
Қазір пенсияда болса, Бұхараның маңында енді білет, Бахаудин Нақшбанд деген кезінде біздің мына Қожа Ахмет Ясауи бабамыз сияқылды ұлы тұлға болған, сол кісінің басында әгі наиб имам болып отыр. Ол кісі әгі дін жағынан мықты теолог. Сол кісіден мен дін жағынан көп тәлім тәрбие, мынау қалай деп сұрап отырам. Ол кісі сол маған түсіндіреді. Сол кезде мысалы маған көбінесе біздің семинарға да кеңесімізге келетін қазақтар ғой. Олардың бәрі көбі қазір ислам дінінде жүргендер. Кейбіреулері ең бірінші қадамдар жасап жатыр. Кейбіреулері 5 уақыт намаз оқиды. Біреулері тек қана ораза ұстайды, бірақ та ол біздің жадымызда бар біздің ата-бабаларымыз ислам дінінде болған. Сондықтан қазір ұрпақтарында сол қызығушылық, кейбіреулер сол толық сол дін жолымен келе жатқан адамдар. Сонымен мен сол кезде сол рухани ұстазыммен Гафур акамен ақылдастым да, хадистерді. Мен оны семинар өткізгенде, жеке кеңесте де адамдарға бір жағынан әгі бір мысалды жаңағы айттық қой, әгі ружасы тег жасы деп, ол бір жағынан қарасанық психологиялық құбылыс, оны ғылыми жақтан да түсіндіруге болады, халық даналығы жағынан да түсіндіруге болады. Бір жағынан сондай адамның шеше алмай жүрген психологиялық мәселесін дін жағынан да түсіндіруге болады, әсіресе хадистер арқылы. Сонымен мен көп жағдайда хадистерді қолданамын. Міне мынаны хадис арқылы бұлай шешуге болады. Хадисте осылай жазуға болады. Кезінде бұрын өзімде таңғалғам, себебі біз енді ғана түсіне бастадық қой, Құранды енді ғана оқып келе жатырмыз, сүрелерді түсініп келе жатырмыз, хадистерді түсіну тезірек. Мысалы, адамға сондай хадис бар, өкпелеуге 3 күн берілген. 3 күннен кейін не кешіру керек, не кешірім сұрау керек. Ары қарата енді уже адамның өмірінде сол өкпе-ренішпен кетсе, көп қиындықтар туады. Күйзелістер де болады, қақтығыс та болады. Сол қаншама енді бірталай көп жыл өтті ғой, хадисте солай жазылған екен, 3 күн. Сосын кейін, мысалы, қазір бізде ажырасып кеткен отбасылар көп, көбінесе балалар анамен қалады, әкесімен балалар араласпайды. Тегімен ата-бабаларымен әке жағынан қарым-қатынас жоқ. Ол жөнінде де хадис бар. Мен енді көбінесе бізге орыс тілділер келеді, кто прерывает родственные связи, тот не войдет в рай. Кім туған туысқандық қарым-қатынасынан ажыраса, қарым-қатынастық сақтамаса, ол жанатқа кірмейді. Міне солай хадистер арқылы түсінсең, адамда сонда толық түсінік болады екен. Ғылым не бұлай деп айтады, халықтың әгі мақал мәтелдері бар, халық даналығы бұлай деп атады. Дін, енді мен басқа Библияға оған көбінесе етпеймін, өзіміздің ислам хадистерде осылай жазылған. Сонда адамда толық түсінік болады. Сонымен мен қазір сондай ғылыми зерттеу жасап жатырмын. Адамға кеңес бергенде, хадистерді қолданғанда, адамға ол қалай әсер беретіні. Ғылыми жолы бар. Оның аннотациясы болады, оның мақсаты, оның қандай өзім алдымда, қандай әгі мәселелер қоямын. Соған 1 жыл оқыдым. Ғылыми зерттеуді қалай жүргізу керек екенін. Қиындау болды, себебі тек қана жерде ғылыми тіл, әрине оны біз орысша оқыдық, оны еще қазақшаға аудару керек. Сонымен бәрін түсіндірді. 1-ші этапта мынаны істеу керек, 2-ші этапта мынау, 3-ші этап мынау, автореферат дейді, зерттеу дейді, тесттер дейді. Сосын кейін 2 группа адамдардың 2 тобы керек екен. 1-ші тобы ол эксперименталдық топ, 120-130 адам керек. Сосын кейін 2-ші топ ол сәйкестендіру, группа сравнения дейді. Сонымен соның бәрін ол адамдармен кезігу керек, кеңес беру керек. Сонымен қазір алдымда сондай үлкен ғылыми жоба тұр. Сонымен енді бізді ғылыми жолда жүргендерді тыңдап отырған шығар, бұл PhD-ға жатпайды. Бұл басқа қазір халықаралық психотерапевтердің қауымдастығы бар.
Біз әлеуметтік психотерапевтерміз, біз медициналық психотерапевтер емеспіз. Ол маған сол атақ үшін емес, бірақ та ары қарата сол шәкірттерім бар, соларда зерттесін, себебі біздің осы қазақтың даналығын, қазақтың тектілік мәдениетін біз дүние жүзіне таратуға, үйретуге құқығымыз бар деп ойлаймын. Яғни тектілікті үйрету жолында тектілік мәдениетін үйрету үшін және тектану ілімін Қазақстанда заңдастыруға бірден бір ықпал ететін жол осы ғылыми жол. Сізге сәттілік тілеймін, Али апай. Енді ары қарай уақытымыз таяп қалған екен, бірақ дегенмен көп сұрақ қойғым келген сізге. Менің көрермендерімнің көкейінде жүрген сұрақтар деп те ойлаймын. Жалпы тектану туралы тағы да бір қысқаша айта кетсек, бұл тектану ілімінің басқа ілімдерден өзгешелігі. Менен де көп сұрайды әлеуметтік желіде, өзімнің инста парақшамда, неге сіз тектану туралы көп айтпайсыз деп. Тектіліктің де өзінің бір заңдылығы бар. Оның шеңберіне аттап кете алмайсың. Айтуға келмейтін, адамның жүрегімен ғана ұғынатын зат деп өзім түсіндіруге тырысам. Бірақ мен ұстазымнан аттап кете алмаймын. Менде білімім жетпейтін сияқты оны айтуға деп ойлайтынмын. Бірақ бүгін мен сізбен сұхбаттың барысында Али апаймен түсінгенім, бұл жайында көп айту керек сияқты. Енді мынау сол жаңағы айтылмай қалған көмескі, бізге қажет емес негативті оқиғалар адамның өмірінде қалай көрініс береді? Сіздің жеке тәжірибеңізде, мысалы, алдыңызға келген адамның өмірінен қай сәтінен көрінбей тұрған сәттерді адамның бойынан көре алдыңыз? Әрбір адамның өзінің сөздік қоры бар. Бір адам тек қана сол ата-анасы болсын, енесі болсын, туған туыстары, тіпті жолдасы болсын, подругасы болсын, жаман айтады. Сол ол маған сөйтті, ол маған бүйтті, мен оған өкпеледім, ренжідім. Сондықтан адамның бізге, енді ол тек қана маған ғана тән емес, оны бәр психолог, психотерапевтер түсінеді. Бұл адамда, значит, сондай бір проблема бар. Ол мысалы күйеуімен қарым-қатынаспа, әке анасымен ба, анасынан ба, немесе бала кезіндегі мүмкін қазір енді балалық жарақат деп айтамыз, уже құлағымыз оған үйренді, мүмкін сондай бір нәрсе болған шығар деп, сосын кейін ақырындап басқа сұрақтар қоямыз, тағы да сұрақ. Сонымен адам өзі түсіне бастайды. Сол қазіргі өмірдегі қазір шеше алмай жүрген мәселенің түбі қай жерде жатқанын. Ал сосын кейін ары қарата соны шешу жолын көрсетеміз. Сонда бізге енді кейбір адамдар көбінесе, әсіресе қыз-келіншектер жылайды. Ол да енді психиканың реакциясы, жылау керек. Дәрігерлер айтады ғой, жылағанда адамның гормон стресса дейді ғой, кортизол шығады деген сияқылды. Сонымен бірақ та екінші біздің тәсіліміз, ең маңызды генограмма деп айттық қой. Генограмманы сызғанда біз сұраймыз ғой, ата әжен қай жылы туды, қай жылы өмірден озды, қай жақта тұрды, қызметтері қандай болды, жұмыс істеді ме, істеген жоқ па, жалпы туысқан арасында қандай қарым-қатынас болды. Соның жай ғана сұрастырып отырғанда бізге уже маман ретінде түсінікті болады. Қандай проблема адамның өмірінде туып тұр. Мысалы, айтады, әрбір адамның, былай қарасаңыз, екі тегі бар деп айтайық. Әке жағы, нағашылар жағы. Ол бір-біріне туыс емес. Құдалар ғой. Мысалы, екі атамыз, екі әжеміз бір-біріне туыс емес. Менің нағашы әжем мен менің атам Зайыр, ақ қыз екеуі бір-біріне құда-құдағи. Құда-құдағи. Бірақ олар менің жақын аталарым әжем. Ал ұрпаққа ана атамыз да туыс, мына атамыз да туыс. Сонда адамдар өздері енді сұрайсың ғой, бұл қарым-қатынастары, мысалы сол енді бір-біріне саған екеуі де ата, екеуі де әже, бірақ та олар бір-біріне құда болды дейік. Қарым-қатынастары қандай болды? Сол кезде сол отбасының, сол тектің, әулеттің проблемасы туады. Мысалы, нағашы әжем менің әкемді қабылдамады. Жек көрді, күйеу баласы. Содан барып уже проблема туады. Керісінше өз әжем мамамды қабылдамады. Келін ретінде ұрысты, тағы да бір нәрсе болды. Сонымен сөйтіп отбасылық құпиялар ақырындап ашыла бастайды. Ешкімді кінәламаймыз.
иә, ешкімді сөкпейміз, ол солай болған ақиқат. Олар ата бабаларымыз өмірлерін қалай түсінді, солай өмір сүрді. Не үшін қабылдамады? Мысалы, бір ана өзінің ұлына ауылда тұрсын, қалада тұрсын, бір қыз ұнап қалды. Енді сонда қалайды ғой, шіркін-ай, мына қыз тәрбиесі жақсы екен, әйтеуір бір мінезі ұнады ма, түрі ұнады ма, ұлым осыған үйленсе деп, ондай оқиғалар көп болды, көп болатын да шығар. Ал бірақ та ұлы басқа бір қызды таңдады. Әрине ол енеге ол өзі таңдамаған қыз ұнамайды, содан проблемалар, қақтығыс басталады. Әгі отырса опақ, тұрса сопақ деме, керісінше айтама. Міне сонымен, ал ене мен келін арасындағы қақтығыс, конфликт, ол ұрпағына әсер етеді. Ол да билік болып есептеле ма? Келін үшін ене? Енді келін үшін ене билік. Себебі ол жасы да үлкен. Ол ана ғой енді, екінші ана. Яғни жаңаға келіннің өзінің тегін бірінші зерттеу керек. Ол жақта билікпен қақтығыс болуы мүмкін ғой аталарында. Мүмкін. Егер репрессияға ұшыраған немесе кәмпескеге ұшыраған аталар бар болса, ол автоматты түрде өзінің өміріне сондай жүйе ретінде талқылағанда сондай заңдылық бар. Оны шешу үшін? Оны шешу үшін енді ары қарата енді оны бұл жерде мен көбінесе сұхбат бергенде айтпаймын, себебі оны дұрыс түсінбеуі мүмкін. Бірақ та шешу жолы бар. Өз арқылы тіпті ол мамасы да, әжесі де марқұм болса да, бірақ та ол ұрпаққа солардың қарым-қатынасы әсер етті ғой. Біз сонда, біздің алдымызға келген ұрпақ, ұл болсын, қыз болсын, соның шешу жолдарын көрсетеміз. Шешу жолдары расында да бар. Енді бұл жерде мен сұрақты қоятын болсам, уақытымыз таяп қалған екен. Алдағы уақытта тағы да, Али апай, егер сіз уәде берсеңіз, бұл 2-3 подкастқа сыймайтын тақырып. Түсінемін. Бөліп әр тақырыпты сіздерге жеткізуге тырысамыз. Тақырып арқылы сонда енді көбірек түсіндіре аламыз, көбірек айта аламыз. Бүгін мен түсініп отырған енді жалпы түсіндіріп көрдік. Менің өмірімде 8 жылдың ішінде өте көптеген өзгерістер болды. Ол өзгерістер бір сиқырмен болған жоқ, ол еңбекпен келді. Түсіну арқылы. Адам еріккеннен бармайды ғой. Жалпы бұл енді психология. Расында да, бірақ таза ғылыми дәлелденген, ғылыми тұжырымдармен айтатын және көзбен көріп, қолмен ұстай алатын нәрсе. Яғни эзотерикадан да басқадан да бөлек, мен ешқайсысына қарсы емеспін, бірақ дегенмен әркім өзіне керегін алады ғой. Сіз менімен қаншалықты мақтана аласыз, Али апай? Мақтануға өзі сұранып отыр дей ма? Мен өте мақтанамын. Әсіресе енді білесіз, сіздің ұлы тұлғаңыз, сол кісінің, сіздің енді тегіңіздің нағашы жақтан да қасиет, қабілеттер сіздің бойыңызда ол көрініп те тұрады, білініп те тұрады. Сіздің сөйлеген манераңызда, достарыңызбен, әріптестеріңізбен қалай араласасыз, үлкендерді сыйлағандықтан, бала-шағаңызбен қарым-қатынас, соның бәрі мен үшін де әрине мақтаныш. Мен білем ғой кезінде қандай проблемалармен келдіңіз, қалай шеше алмағанын, соның бірақ та міне менің берген енді өзімнің ақылым жеткенше, өзім тәжірибеме қарай сол ұсыныстардың бәрін орындадыңыз. Әрине әрбір ұстаз соны армандайды. Мағам шәкірт болсын келсін, мағам сенген адам келсін, біз әрине бір нәрсе деп айтамыз ғой, ақылымызды, кеңесімізді, ұсынысымызды әрбір адам соны қалайды. Мынау мен берген енді Алла тағала айдап келіп отыр ғой, өмірдің өзі айдап келді, ол бекерден бекер емес, соны орындаған. Сіз соны енді бірінші қатарында мен білем ғой, қаншама жаздыңыз, қаншама қиналдыңыз, қаншама семинарға, қаншама подругаларыңызды барындар, келіндер деп, оның бәрі әрине бұл өте үлкен рухани еңбек. Көп рахмет, Али апай. Не айтатынымды білмей қалдым ғой. Толқып кеткенім соншалықты, көп нәрсе есіме түсіп кетті. Соңғы мен сізге айтып отырғанға, мен сізді өте керемет жақсы көремін. Айта берсек әңгіме көп, әрине. Қазір әңгіме сөгіліп кетіп, тағы да 2 сағатқа төгіліп кетуі мүмкін. Сондықтан Али апай, сізге алғысымды білдірем. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін. Біздің үрдісіміз бар. Менің өзімнің құрбым, сіз білесіз, танисыз. Менің құрбым отандық текстиль өнімі Адили брендінің атынан
сізге уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін арнайы сыйлығы бар. Рахмет. Индираны танисыз ғой? Танимын. Индираның өзі Али апайдың шәкірті. Иә. Талай нәрсе шешілген болатын. Менің ең сүйікті брендімнің бірі. Иә, мен білемін сіздің. Қаншама орамалым бар. Киімдері, орамалды тастамаймын. Шетелде жүргенде басыма болсын, мойныма болсын салып жүремін. Иә. Мынау жаңадан шыққан топтаманың орамалы деп сізге арнайы беріп жіберді. Рахмет. Мен аманатты орындап табыстайын сізге. Рахмет. Индираға да, Адилиға да. Ұлттық өнімдерді қолдап жүріңіздер. Иә. Мен міне қазір шетелге, мына түркі елдеріне көп барам ғой. Түркия, қазір Азербайжан, Өзбекстан, бірақ та Қырғызстанда қаншама жыл жұмыс істедім. 3 жыл барып сабақ бердім. Біздің осы Адили, тағы да біраз біздің қазақтың әгі, оның ішінде сіздің де кім Аида бар, е? Аида Коменова. Тағы да енді Аруназ. Бірталай. Біздікіне жете алмайды. Біздің қыздарға жете алмайды. Сапасы жағынан, идеялар жағынан, қазіргі заманға сай мына киім болсын бәрін жеткізу бізге әлі жетпей жатыр. Біздің қыздар мықты. Енді көрермендерге түйін ретінде өзіңіздің айта алмай қалдым ау деген қалып кетпесін осы жерде. Бірақ келесі подкасттың жалғасы бар деп уәде береміз көрермендерге. Әлі де талай кездесеміз деген үміттемін. Бірақ бүгінгі подкастымыздың түйіні ретінде менің көрермендеріме айтатын жылы лебізіңіз болса, мархабат. Тектілік мәдениетіміздің ұраны тегінді біл, қазағым. Тегінді біл, балам. Бәр жауап адамның тегінде. Ата-бабаларымызды біз ұмытпауымыз керек. Біз пассионарлық халықпыз. Қиыншылығымыз көп болды. Жауларымыз көп болды. Бірақ та біз қазір егеменді елміз. Қаншама біздің міне территориямыз бар. Дүние жүзінде 9-шы орында болып тұрмыз ғой. Қаншама біздің талантты жастарымыз, үлкендерімізде, ғылымдарымызда, әртістерімізде, ұлы тұлғаларымыз бар. Сондықтан бұның бәрін сол біздің ұлы тұлғаларымыз деп айтайықшы. Олар өткен тарихымызда да болды. Мысалы, Алаштың өкілдерін алсақ, тұлғаларын алсақ, қазіргі замандаған алсақ, біздің ең үлкен қасиетіміз әрбір қазақтың бойында бар. Ол пассионарлық қасиет, пассионарлық қабілет. Сондықтан әрбір қазақ соны оятып, дамытып, тегін біліп, біз мықты ел, мықты мемлекет болуымыз керек. Көп рахмет, Али апай. Бүгін біз тағдыр туралы ғана емес, өзіміз туралы әңгімелестік. Өткенге үңіліп, болашаққа жауапкершілікпен қарау жайында ойландық. Тек дегеніміз бұл жай ғана ата-бабаның тізімі емес. Ол адамның ішкі жады, үнсіз аманаты. Бәлкім осы әңгімеден кейін әрқайсымыз өз өмірімізге, өз таңдауымызға сәл де болса басқаша қарайтын шығармыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы тектанушы менің ұстазым Сағымбаева Аян ұрпағызына шынайы әңгімесі үшін алғыс білдіреміз. Өзіңізді, тегіңізді, болмысыңызды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше